Мен кеше контент түсірген болатынмын, иә. Адам өткен өмірін қайта-қайта пережить етеді деп, ол қалай басталады десеңіз, таңертең сіз ұйқыдан тұрған кезде, кімсіз, қайда өмір сүріп жатсыз, атыңыз кім, жасыңыз нешеде, соның бәрін есіңізге түсіресіз ғой, үйде ұйықтап жатырмын деген сияқты. Сол кезде сонымен бірге өткен өмірің саған қайтып автоматически оралады, содан кейін соны қайта-қайта пережить етіп өмір сүре бастайсың, иә. Сол уайым қайтып өміріңе кіріп алады да. Сол өткен күніңнің копиясын өмір сүре бастайсың, былайша айтқанда. Сол үшін Джо Диспенза айтады, 66 күн осы техниканы қайталау арқылы кедейлікті мүлдем ұмытасың. 66 күннен кейін сен кедей болғың келсе де бола алмайсың дейді. Ол қандай техника десеңіздер, 66 күн бойына медитация жасайсыз. Медитация жасау арқылы кедейліктен арылуға болады. Оны қалай жасаған десеңіз, мыңдаған адамдарға дәлелдеген, иә. Бұл кісі 20 жыл миды зерттеген адам, доктор, ғалым, адамдардың миын сканерлеген до и после, оған дейін, одан кейін, иә. Одан кейін ол снимок нені көрсетті десеңіз, оның қорытындысы былай болған. Кедейліктің нейрондары бар, бізді кедейлікке қайта-қайта қайтарып жатқан, өткен өмірімізге қайтарып жатқан жүйеміз, нерв, мидағы талшықтар бар ғой, нейронды талшықтар, иә. Сол кедейліктің талшықтары, нейронды жолдары өліп жатқанын көрген да. Және изобилие, молшылық, иә, молшылық, байлықтың нейронды жолдарының тоқтаусыз өсіп дамып жатқанын көрген. Ол ғылыми түрде. Және тағы да айта кететін жағдай, ол ешқандай да визуализация емес дейді, аффирмация емес дейді, позитивно ойлау емес дейді. Бұл өзіңмен нақты жұмыс жасау, өзіңмен кәдімгідей өте еңбекті талап ететін жұмыс жасау да. Адамның негізі бұл өмірдегі жұмыс жасайтын ең ауыр жұмысы өзіңмен жұмыс жасау, негізінде өзің нәтижеге шығару, иә. Сол үшін бұл нейропластикалық құбылыс екенін және мидың структурасының өзгерте алатын қабілеті бар екенін, ми сенің өміріңді өзгерте алатын структурасы бар екенін, сондай қабілеті бар екенін дәлелдеген. Және де айта кететін, бірінші 2 апта өте ауыр өтеді дейді. Кәдімгі наркомандар ломка болып, зависимый болған сияқты, өткен өміріңе зависимый болып 2 апта өте ауыр өтеді дейді. Ол мысалға сізге келіп біреу кедергі жасайды деп ойлайсыз ба? Сіздің өміріңізді өзгертуге біреу келіп кедергі жасайды деп ойлайсыз ба? Ешкім сізге кедергі жасамайды, жасай алмайды да. Негізінде ол сылтаудың бәрін ойлап өзіміз тауып аламыз да, негізінде бізге ешкім кедергі келтірмейді. Осы жерде осы кісі дәлелдеген 2 апта бойына өзіңмен күрес басталатыны, иә. Оны басқа видеоларды түсіріп, жалғасын тағы да салатын боламын. Бұл Джо Диспензаның 66 күнде кедей бола алмайсың деген видеосы, иә. Мен қазақша жалпақ тілде өзім түсінген тілімде сіздермен бөлісіп отырмын. Сау болыңыздар.